бір патша өткен аты көркін. Өзіне берген Құдай дүние мүлкін. Болмаған мұнсыз пенде бұжалғанда. Сол патша перзент үшін болған күпті. Қайғымен бала үшін қапаланған, жидырған пақыр мүскін жамағатты. Құдайдан маған перзент тілендер. Тілегі қабыл болып пақырлардың, қатыны патшаның болды буаз. Алайда бұл дастанның соны емес. Бала келмей дүниеге, көркін патша көз жұмды. Парағзат патша орнына билік құрды, азғырды парағзатты қу дүние. Патшаның ұл туса хан сайлаймыз деген өсиетінен қатты қорықты. Ойынан ұл таппай өлтірейін бұл қатынды деген арам ой келді. Әдейі мен шақырып алдым қастан, ханымды бала таппай өлтірсеңіз. Танды патша үкімін орындауға. Шақырып бір 10 жігіт қасын алды. Жігіттерім, бүгін бір жасырын іс қылыңдар. Қайғымен дастанымыз бастау алды. Көптен күткен сәби өмірі үзілді ме? Парасханның арам ойы жүзеге асты ма? Істеген қиянаты үшін жауап тартты ма? Осы сұрақтардың жауабын Машһүр Жүсіп Көпейұлының Гүлшат пен Шеризат атты дастанынан таба аласыздар.